Сіз Осы уақыт так, есіміңіз Жанар ма? Жанарка ма? жасым 35-ке толады сентябрьде. Бұйырса. Қазір Енді 34 сентябрьде аха, болды. 34. Жақсы. Айта беріңіз. айта бергенде осы уақытқа шейін мен ерте тұрмысқа шықтым. 7 бала құрсақ көтердім, 6-тауын босандым. Сондағысында осы кішкентайым 2-ке толып қалды. Енді өз-өзіме жұмыс көңіл бөлейін десем, не істерін білмеймін ғой. Өз кәсібімді таппай жүрмін. Не істерін білмей жүрмін. Кішкентайыңыз енді ғана 2 жасқа келді. Жата берем үйде. Садикке беру жоқ. Үлкендерінің жасы нешеде, ең үлкені? Ең үлкен 15-те. Сізге яғни уже қолғанат, үлкендер уже. Ол бәрі жұмысты өзі істейді. Тамаққа шейін, посуда бәрі, асхана соныкі десем де болады. Соған тапсырып тастаған отырып жүрмін. Өзім ештеңкеге зауқым жоқ та. Енді сіз балаңыз 2 жас еміп жүр ме әлде? Или уже садикке берді? Жоқ. Мен ерте шығарып тастаймын балаларымды. Ерте шығарып, уже сіз яғни боссыз ғой қазіргі таңда, баладан, баланы даже садикке беріп қойыңыз әлі, берген жоқсыз ба әлі? Бере аласыз ба? Бере алмай тұрмын. Неге екенін бере алмаймын. Бір қадам болса да апарып беруге ерінемін ба, желание жоқ. Бірақ хотя сізде мүмкіндік бар беруге, орын тауып сондай есеп қойыңыз. Жақсы. Енді жақсы. Сіз былай шыққан кезінде ерте тұрмысқа шықтым дедіңіз, яғни сіз неше жасыңыздан бастап шықтыңыз тұрмысқа? 18. Подписчик болып жатыр екен. 18 жасыңызда. 18 жасыңызда, қазір 34 жастасыз. Яғни сіз былай шыққан кезінде анандай не істеп үлгермеген адамсыз ғой. Жас болып бойдақ болып, бойдақ болып жүріп үлгермегенсіз. И сіз көз аша салғанда тұрмысқа шыққан секілді болып тұрсыз ғой былай шыққан кезде, И сөйтесіз дағыны, еще жылда бала туып өткен 7 баланы туып отырсыз ғой. И сол кезде сізде уже былай шыққан кезінде андай өзіңізге қарайтын уақытта болмаған болып тұр ғой. Енді ғана, сізде. Жақсы. Енді былай істейікші. Сіз ештеңге кеш емес, сіз негізі 34 жасыңызға шейін қаншама нәрсені бітіріп тастап отырсыз негізінде, өзіңізді бірінші мақтаңыз. Сіз секілді аналар жоқ негізінде. Өзі 18 жасында тұрмысқа шығады, және уже 19 жасынан бастап ата-ана атанады, и содан міне 7 баланы 33 жасына шейін туып тастайды мысалға да. Бұндай адам жоқ негізінде, көп емес. Сондықтан да сіз бірінші өзіңізді былайша құнсыздандырып отырсыз да негізінде, мен өмірде не істеймін, ішінен жаңағы, как будто дым бітірмеген адам сияқты болып тұрсыз да негізі, айтыңызшы. Біреулер сұрайды ғой, не үшін сонша бала туып тастайсың деп өзіңе қарасаң болмайды ма деп. Сол кезде пособие үшін деп айтамын да көп адамға. Неге өйтіп айтасыз? Шындығында да сол ма? Шындықты сол, ақша керек, жұмыс жоқ, или жұмыс қолымнан келмейді, қорқыныш па сол. Негізі бұлай айтпаңызшы, бұдан бұлайшы. Негізі сіз дәл осылай айту арқылы балаларды да тоже құнсыздандырасыз, білесіз ба? Алла тағала сізге, сіз арқылы, сізбен күйеуіңізге, сіздер арқылы сіздерді себепкер қылып 7 баланы береді да, бірақ сіз айтасыз да, пособие үшін туып жатырмын деп Олай айтпаңыз, түсіндіңіз ба? Сіз олай айту арқылы, сіз Аллахтың берген балаларын да тоже құнсыздандырасыз, түсініп тұрсыз ба? Алла тағала сізді былай шыққан кезінде таңдап тұр да, осы балаларға не бола алады деп жаңа ата-ана бола алады деп Алла тағала сіздің маңдайыңызға осыншама бала жазып қойғанда, и сіз олардың бәрін туып алып, пособие үшін туып жатырмын, жұмыс жоқ, не істейміз енді бас тумағанда деп отырсыз да, бұлай айтпаңыз. Сіз қазір осы айтқан сөзіңіз үшін тәубе жасаңызшы. Өйткені Алла тағала, құдіретті Алла тағала сізді таңдап отыр да, осыншама бала беруге сіз өткен соған лайық болып тұрсыз да негізінде. Көп адамдарға бермейді, кейбіреулер даже балаға зар болып жүргендер де бар. Білесіз ғой айналаңызда. Бір бала берсінші Аллахым деп жылап жүргендер қаншама. Ал сізге бір емес 7-еуін беріп қойды. Яғни осы балалар сізді ертең жаңағы Головкин секілді әлемге танытатын шығар. Қайдан білесіз? Отырсыз ба? Сөйтіп айтқаным, мама үлкен 14 балам сөйлеспейді, сөйлессе де өтірік көп сөйлейді, сондай бар да.
Вот міне, өйткені сіз айтып отырсыз ғой, бұлар пособие үшін туылған балдар деп отырсыз ғой. Дұрыс па сол? Пособие болмаса мен аш қалатын сияқтымын да, как будто шы. Свет газды деп өзім төлеймін, күйеуім өзінің кредитімен әуре. Сіз ойлаңызшы, әр бала өмірге келген сайын, даже бір қозы өмірге келсе, бір шөпті артық шығарады деген Алла тағала сіздің бала шағаңыз үшін ырзық несібен бермей қояды дейсіз ба? Сіз қайдағы пособияны айтып отырсыз? Сіз былайша айтқан кезде миыңыздағы ана бүткіл Аллахтың беріп жатқан үлкен нығметінше бүйтіп кішірейтіп бүйтіп алып отырсыз, мынандай қылып ұстап отырсыз, бүйтіп ше. Түсініп отырсыз? Аша алмай жатыр ғой сол. Енді, конечно, енді сіз Алла тағалаға былайша айтқан кезде разы емессіз да, осынша бала бергені ше. Самый главный пособие деп отырсыз да. И Алла тағала солай болып жатқан, сіздің дәл сондай состояниеде жүргеннен сізді может быть тастап қойды да. Ал енді өзіңді өзің алып шығ онда. Мен саған қаншама нығметті беріп жатырмын, бірақ сен көрмейсің деп жатқан шығар. Кім біледі, мысалға да? Аллах білуші. Сондықтан да мен сізге айтарым, дәл қазір, дәл осы сәтте отырыңыздағыны Аллахқа тәубе жасаңыз. Алла тағала осы балалар арқылы, сіздерге мүмкін ертең да осы 7 баланың арқасында біреу сыйлай салатын шығар, қаяқтан білесіз, мысалға да, біреудің жүрегіне сап қоятын шығар Алла тағала, мысалға да. Түсініп тұрсыз ба? Сондықтан да қай балаңыз болмасын, Аллах жіберген бала бұл сізбен күйеуіңіздің қанынан жаратылған балалар, яғни бұл сіздің ұрпақтарыңыз. Егер де сіз олардың барлығын құнсыздандыратын болсаңыз, кілең құнсыз балалардың өмірін айтқан кезде өмірге жіберейін деп отырсыз да. Керек па бұл сізге? Өзіңіз секілді балалардың барлығы өмірге. Бұларға да мейірім бере алмай жатырмын да. Өйткені сіз жоқ қой, сізде мейірім өзі жоқ қой, сізде өзіңізде жоқ қой, ол түсініп отырсыз ба? Разы өміріңізге, Аллахтың берген балаларына разы емессіз. Сізге бастысы анау жаңағы беретін пособиямен үйдің коммунальный услугасын төлесеңіз болды сізге. Конечно, бала сезеді оны. Конечно, бала оның несін жаңағы түп сана деңгейінде сезіп тұр соның барлығы. Біз керек емеспіз деп өседі. Сізге керек па сол? Балалардың барлығы біз керек емеспіз деп өседі. Әрқайсысы жеке-жеке. Өйткені оларда мама арқылы программа бар. Сіз олардың әрқайсысын ішіңізге көтерген кезде, ішіңізге бала біткеннен бастап сіз махаббат берген жоқсыз. Ой, жақсы болды, пособием артатын болды дейсіз. Дұрыс па? Иә. Солай ойлап болсам да. Ана бала мен өмірге жаңағы керек емеспін деп туылады ол бала ше. Мүлдем әр балаңызда да травма бар. 7 баланы да травмированный бала жасап жатырсыз да, сіз білесіз ба? Сіздің есіл дертіңіз ақшада, бірақ шындығында да сізді жаратқан Алла тағала ол бүткіл байлықтың иесі, қалай сізге бермей қояды? Сіз Аллахқа неге тапсырмайсыз? Сізді де жаратқан иеңіз бар ғой, неге соған тапсырмайсыз? Алла тағала сізге беріп жатқан бала үшін әр қайсына беріп жатқан ырзық несібесі молынан беріп тұр ғой, бірақ сіз оны бәрін жауып қойғансыз да, міне. Алла тағала беріп жатқан ырзық несібесінің өзін сіз есіктің аузына үлкен құлып қойып қойғансыз да. Маған пособие жетеді деп ше. Түсініп тұрсыз ба? Маған пособие жетеді деп тұрсыз. Алла тағала сізге қаншама бала үшін беріп дайындап қойған ризық несібесі бар. Бірақ сіз отырсыз, маған пособие жетеді деп. Керек па осы сізге? Ол да жетпей жатыр ғой, баланың киіміне бір айлығына. Жоқ, жетпейді, сіз өйткені только пособияны ғана ойлайсыз ғой. Бүткіл вниманияңыз, бүткіл назарыңыз только пособияда сізде. Аллаға сансыз шүкірлер болсын, осындай адамды мен эфиріме жібергеніне. Өйткені Алла тағала сізді жақсы көреді, сонда да сіз осыншама нәрсені дұрыс емес жасап жатсаңыз, Алла сізді өте қатты жақсы көреді. Сіз өзгерсін деп тұр, сіз өзімен жұмыс жасасын деп тұр. Мына соншама баланың өміріне травманың барлығын жіберіп жатырсыз. Ертең олар да сіз ұқсап жүретін болады. Только пособияға байланысты бала туып қана. Жақсы ма? Сол керек па сізге? Өзіңізді кінәлі сезініп тұрсыз ба? Жоқ та, мен де мейірім көрмеген өзім. Алла жеңілдігін берсін сізге дейді. Рахмет, сізге жеңілдігін берсін. Енді Жанарка, былай жасаңыз, өзіңізде мейірім көрмедіңіз, сіз өзіңіз неше баланың ішіндегі туылған жансыз жалпы отбасыңызда? 2 бала, 1 қыз едік. Сіз өте аз баланың, 3-ақ баланың ішіндегі туылған қызсыз ғой сіз.
Сіз үш сол ақ ғой бір баламен, бауырмен қыз ғана өмір сүрдіңіз ғой. 3 ақ бауырмен ғана өмір сүрдіңіз. А қазір 7 баланың ата анасы болып отырсыз. Бақыт қой ол деген. И сол 3 бала қалай мейірім көрмедіңіздер сіздер? 3 ақ баласыз. көп ұратын еді мама папа. Аха, сізді иә? Сіз үлкені болдыңыз ба? Ортаншы болған. Аха. Сол жұмыс жасамайсың деп ұра беретін еді. Аха. Неше жасыңызға шейін ұрды? Байға тиіп кеткенімше сөйтіп, байға қашып кеткен сөйтіп таяғын жей бермейін деп. Иә. Міне көрдіңіз ба? Ата-анамыздың осындай қателіктерінен біздер сондай өмірде соққы аламыз. Иә, бұл енді өмірдің заңдылығы. Бірақ мен сізге Жанарка мынандай нәрсені айтқым келеді да. Олар егер де сіздің өміріңіз осындай құнсыз болсын деп ойлаған жоқ негізінде ше. Олар ше. Білмеймін енді сіздің оларға деген негізі екеуіне де ма сізде өкпеленіш или біреуіне ғана ма? Екеуіне де бар ғой. Сіз маманы да, папаны да обидаңыз толып тұр, екеуіне де, Иә. Енді қараңызшы, сіз мамаға деген обидаңыз, біздің мамамыз арқылы біз жақта самооценка деген нәрсе келеді. Сізге мамаға деген обидаңыз арқылы сізде түк самооценка жоқ болуы мүмкін. Ал енді папаға деген обидаңыздан сізде қаржылай қиындықтар келеді. Білесіз ба? Яғни біздің оң жағымыз папаның бүткіл мына ата бабасы түгел, атасы, аталар, әжелер барлығы оң жағымызда тұр да. Ал сол жағымызда кілең маманың әжелері мен аталар тұр да. И олар арқылы бізге ресурстар кіреді негізінде ше. Бірақ олардың қақпасында аузында мына жақта папа тұрады, мына жақта мама тұратын секілді ғой. Папаға біз обидамыз болды ма, бітті, мына жақтан жабылып қалады. Мамаға обидамыз болды, мына жақтан жабылып қалады. Екі жақта да жабық сізде ше. Сізге ештеңе келіп жатқан жоқ екі жақтан да. Кіре алмай тұр сізге ресурстар. Түсініп тұрсыз ба? Өйткені сіз екеуіне де ренжіп отырсыз. Сізді ұрып соққан үшін. Түсіндіңіз ба? Иә. Енді соның несінен, кесірінен, соның кесірінен деп айтпай қойшы, сондай неден, өмірден сіз алдыңыздағыны ана бала туса пособие беретін байқап қалдыңыз. Сіз ойлаған жоқсыз көп бала туам деп ше, только сізге пособиясы қызықты болды да. Сондықтан да пособие болады ғой, жарайды дедіңіз да, әр баланы көтере беріңіз, дұрыс па? Вот, енді түсініп келіп жатыр, рахмет сізге дейді, рахмет. Енді қараңызшы, сізге өте көп жұмыс жасау керек. Сізге папа мен обиданы толық терапия керек болады. Мама мен обидаға толық терапия керек болады. Және сізге осы балалардың болашағы үшін әр қайсына жеке жаңағыдай бір нелер керек болады. Разборлар керек болады да. Өйткені сіз жаңа екінші балаңыз айтып қалдыңыз, менімен сөйлеспейді, тағы да не дедіңіз? Тұйық өтірік айта береді, жаман балалар кетіп жатыр. Сөйтеді, өйткені ол өзін керек сезініп тұрған жоқ ол. Мен құрсыншы, маған бәрібір дейді ол бала. Мен үшін жаны ашып тұрған, мен қалап тұрған адам жоқ дейді менің өмірімде дейді. Көрдіңіз ба? Өйткені сіз оларды көтерген кезде тек қана ар жағында ақшасын ғана ойлағансыз. Енді былай жасайықшы, сізде жалпысында айтқандай терапия керек болады. Сізге мына қазір біздің эфирде жасалған разбор негізінде аздық етеді. Бірақ дегенмен де ақыры жаңағы эфирға шығып отырсыз, бір нені тәубе техникасын жасап жіберейікші сізбен ше. Сіз былай жасаңызшы. Қазір айтамын. Так. Сіз былай істеңізші. Так, қазір шамалы ойланайын, қай нәрсеге қалай жасайтынымызды, сізге өте көп қажет терапия болып тұр. Негізі мама мен папаның да ұрып соғу бекер емес, олар да тоже травмированный ғой, негізі ше. Мама да травмированный, папа да травмированный. И сондықтан да олар солай дұрыс деп ойлады да, сол себепті сізге солай жасады. Мен қазір аламын, сізге солай жасады. Енді мен қазір хотя бы осы балаларыңыз үшін тәубені жасатқым келіп тұр да. Бетіңізші, Алла тағаланың бетіп айтыңыз, я Аллахым. Я Аллахым.
сенің маған берген 7 пендеңді сенің маған берген 7 пендеңді мен тек пособиясы үшін ғана туып отырдым. мен тек пособиясы ғана үшін туып отырдым. Мен өте қателеспін. Мен өте қателеспін. Сен керемет жаңағы жаратылыс, бүйтіп айтыңыз. Сіз жоқ, бүйтіп айтасыз. Сен әрбір пендеңді өте керемет етіп жаратасың. Сен айтыңыз. Сен әрбір пендеңді керемет өте керемет етіп жаратасың. Иә, оны ешкімге ұқсамайтындай етіп жаратасың. Оны ешкімге ұқсамайтындай етіп жаратасың. Иә, және сен толыққанды бірегей. Яғни сен толыққанды бірегей. Және жеткілікті етіп жаратасың. Және жеткілікті етіп жаратасың. Және сенің жаратылыстарың ішіндегі ең кереметі ол пенделер екенін түсіндім. Бүйтіп айтыңыз. Және сенің жаратылыстарың ішіндегі ең кереметі сенің жаратылыстарың ішінде ең кереметі ол пенделерің. Ол пенделерің. Ал мен сол сенің берген пенделеріңді құнсыздандырдым. Мен тек қана ар жағындағы пособиясын ғана ойладым. Мені кешірші, Аллахым. Сен осынша ұрпақты менің күйеуім арқылы келуді таңдаған екенсің. Сен осынша ұрпақты мен күйеуіммен келуін таңдаған екенсің. Иә, күйеуім екеуміз арқылы келуін. Екеуміз арқылы келуін таңдаған екенсің. Таңдаған екенсің. Ал мен қателесіп, жұмыртқа туып атқандай туа беріппін. Мен адамдарды, сен берген адамдарын құнсыздандырдым деп айтыңыз. Жұмыртқа туғандай туа беріппін, сен берген пенделеріңді құнсыздандырып туа беріппін. Кешірші мен, Аллахым. Мен шынымен де өкінемін деп жүрегіңізбен айтыңызшы. Өкінесіз бе шынымен де? Иә, өкінемін. Иә, шынымен де өкініңіз, шын жүрегіңізбен, я Аллахым, өкінемін деңіз. Я Аллахым, өкінемін. Және өзіңнен кешірім сұраймын. Сен мен арқылы жіберген әрбір пендең. Бұл сенікі. Сенің керемет жаратылыстарың. Әрқайсының жеке өмірде өз орнын таба алатын. Иә. Әлемге өз пайдаларын тигізе алатын. Керемет пенделеріңді жібердің. Мен бұдан бұлай сенің жіберген пенделеріңді құнсыздандырмаймын. Саған шүкірлер болсын. Мені таңдағаныңа, менің күйеуімді таңдағаныңа. Аллаға сансыз шүкірлер болсын, мені таңдап, күйеуімді таңдағаныңа. Осы ұрпақтарыңмен мың жасағым келеді. Мен бәрін енді жақсы түсіндім.
Мгм. Балаларымның өмірін жарқын етіп қойшы Аллахым. Балаларымның өмірін жарқын етіп көрші Аллахым. Мгм. Мен әр қайсына жеке тұлға ретінде қарауға, Мен әрқайсына жеке тұлға ретінде қарауға, сенің пендең құлың ретінде деңіз, сенің құлың ретінде сенің құлың ретінде уәде беремін. уәде беремін. Мгм. Көрдіңіз ба, енді сіз Аллахтың құлы ретінде уәде бердіңіз. Енді сіз әр қайсысы жеке тұлға ретінде қарайсыз. Бұлар сізге, сіздің жаңа мәселеңізді шешу үшін келген жоқ. Бұлар бұл өмірге белгілі бір мақсатпен келді. Түсініп тұрсыз ба? Алла тағала просто сізбен күйеуіңізді таңдады сол мақсаттарды орындау үшін. А сіз отырдыңыз мына жерде. Иә. Түсіндіңіз ба? Иә. Енді бұдан былай әр балаңызға Аллахтың керемет жаратылысы ретінде қарайсыз ба? Иә. Өйткені жанарка біліңізші, Алла тағала сізді де керемет етіп жаратты. Сізді де ешкімге ұқсамайтындай, сізді де бірегей, уникальный, сізді де жеткілікті толыққанды етіп жаратты да. Сізді де Алла тағала керемет нәрселерге лайықты етіп жаратты да. Бірақ сіз өзіңіздің миыңыздағы жаңағы немен, шектеулермен бәрін шектеп тастадыңыз да. Иә, солай болып тұр ғой. Иә, шектеп тастадыңыз. Шындығында да Алла тағала әрбір пендесін өте керемет жаратты да. Және бүткіл әлемді осы пенделерге қызмет ету үшін жаратып қойған. Ойлаңызшы. Сөйте тұра сіз отырасыз. Енді бүйтіп айтыңыз. Мына жаңағы осыншама баланы не деп айтады сізге? Неғып көп бала тудың деп айта ма? Әлде жаңа елдердің сондай сұрағына енді бұдан былай не деп жауап бересіз? Алланың берген сыйлары ғой деймін. Альхамдулиллах. Енді дәл осылай болсын, дәл осылай қалсын. Иә, сіз қалай атайсыз оларды, дәл солай болады. Сіз бұған дейін, мен бағана айттым, бұдан былай осы сөзді айтпаңыз дедім ғой. Сіз бұған дейін сөйтіп айтып жүрген кезде Алла тағала тек қана пособие деп қана көрді ана адам балаларды құнсыздандырып тастадыңыз осы. Иә. Сіз Аллахты қалай көресіз? Сіз әлемге қалай сөйлейсіз? Алла тағала тура солай сізге өміріңізді сөйтіп беріп қояды да. Ал сіз қалай Алланың сыйы әрқайсысы дейсіз, Алла тағала одан арман сыйды көбейтіп қояды ғой сізге, иншаллах. Басым ауырып кетті ғой. Иә, оңай емес, бұл миыңызға соққы болып жатыр. Сіз менің парақшама тіркеліп қойғансыз ба? Иә. Жақсы. Енді мен сізге міндетті түрде терапиядан өтуге шақырамын. Өйткені сізде бәрібір де бағанағы біздің ана Нұржамал апай секілді программалар бар сізде. Біз қазір бер жағымен жұмыс жасадық. Біз все равно бер жағымен жұмыс жасасақ та, ана тәубе деген нәрсе өте күшті жұмыс жасайды. Біз тәубемізге келдік Аллахтың алдында. Иншаллах, Алла тағала тәубені қабылдаушы. Иә, дәл осы жағдайға қатысты иншаллах сіздің тәубеңізді қабыл етсін Алла тағала. Ал басқа өмірдің басқа да қырлары жаңағы сіздің балалық шақтағы таяқ жеулеріңізбен өріп жатыр да. Бірақ оларды уже істеп тастау керек та. Жаңағындай 72 жасыңызға шейін сіздің соңыңызда бармас үшін сіз солармен жұмыс жасап, оларды өмірде жаңағы, то есть терапия арқылы өзгертуіңіз керексіз да. Түсіндіңіз ба? Сондықтан да ақшаңызды ыңғайлап терапияға жазылуға сізді шақырамын. Номеріңізді жазып ала қояйын онда. Иә, жазып алыңыз. 701. Мен даусым естіліп тұрмас сізге? Сіздің даусыңыз естілмей қалды.
Халипа Мұстафаева подписчик болып жатыр екен, рахмет сізге. Қыздар, толық тыңдап отырсыздар ма? Сіздерге ұнап жатыр ма эфир ма? Сағат жетіп алайын дедім. Келдіңіз ба, жазасыз ба? 701 256 03 14. Жазира есімім. Жазып алдыңыз ба? 0314, иә, Жазира. Иә, 0314. Аха, жаздым. Жақсы, Жанарка. Алла жар болсын сізге. Сізге рахмет. Біраз жеңілдеп қалдым. Иә, бұл өте күшті жұмыс болды. Тәубе жасау деген ең күшті жұмыс, қыздар. Сондықтан да өз қателігіңізді түсіндіңіз ба? Моментінде тәубе жасаңыздар. Алла тағала тәубені қабыл алушы. Жақсы. Сондай болса, Жанарка, сау болыңыз. Сізге де рахмет. Құдай қуат берсін.